Қазақта барар үйінің босағасын аттамай тұрып, оның дәмін татса, кездейсоқ кедергілер кездесіп, ол жақтың дәм түсі бұйырмай қалуы мүмкін деген ырымда бар. Сонымен қоса, халқымызда өлі тірісі берілмеген қыз аурушаң болады деген ырым кездеседі. Сондықтан, талай ғасырдан бері өміршеңдігін жоғалтпаған бұл рәсімнің орындалғаны жөн. Өлі есіркемей тірі байымайды деген халықтан алғы осындай айтылса керекті. Кей жағдайда құдалар алыс жолдан келеді. Мұндайда мала келу қиыншылық туғызатын болса, құдалар өлі тіріге кететін қаражатты атап береді. Ал құдалар ол ақшаға аталатын кәдені жасауға міндетті. Өлі тірі деген сөз қосылып жазылғанымен, мазмұны өлі, тірі. Бұл арадағы өлі мен тірінің айтылуы. Алдағы құдалық баянды болу үшін, екі жақ өлі мен тірінің алдында ант етеміз дегенді ұғындырады. Сондықтан да өлтіріге әкелінген мал осы уәдеге бола атап сойылады. Бұны қыз үй соймайды, бөге біреу алып сояды. Мұнда да мән бар. Өйткені екі жақтың анты үшін таңда мақшарда куә керек. Сонда тырп ете алмайтын заңды болады. Өлтірі өтіп болған соң екі жақ бір-бірін құдағи дей беруге құқылы. Кейінгі кездері өлі тіріні қызды ұзатпай, оны алып қашып кеткенде қыздың тірі екендігінен хабар беру үшін хабаршылар келгенде алып келетін өлі тірі мал салт деп түсіндіретіндер көп. Бірақ дәстүр бойынша кешірімшілер алып келетін қой, бұл болашақ құдаларға арнап алып келген сый-сияпат, ашуын қайтару ретіндегі үрдіс. Егер қызды алып қашып үйленетін жағдай болса, құдалық жоралғысын жасаған кезде арнайы өлі тірі үшін қой алып келу міндетті. Мұны қазір көп жерде орындамайды. Ал салтты дұрыс орындамау, қазақылығымызды мойындамау деп түсінемін өз басым. Сондықтан, өлі мен тірінің разылығын алу, жастардың отбасылық өмірінде бақытты өмір сүру үшін жасалынатын ең басты салтымыз екенін